Қайырлы күн, достар, сіздермен бүгін тарих мектебі каналы Найман Керей Жалайырлар хандықтары туралы мәліметтермен бөлісетін болады. Экраннан алыстамаңыздар және каналға подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен бастаймыз. Жалпы Найман Керей Жалайыр тайпалары 12 ғасырдың екінші жартысы мен 13 ғасырдың басында өз хандықтарын құрған алпауыт мемлекет болған ірі рулар еді. Олар туралы деректерді Моңғолдың құпия шежіресі еңбегінен кездестіреміз. 13-14 ғасырларда жазылған бұл жазба мұра Моңғолияны мекендерген түркі тайпаларының тұрмыс-тіршілігі, әлеуметтік саяси өмірі, сондай-ақ тарихы, тілі, этнографиясына қатысты деректер барлығы молынан кездеседі. Бұл шежірені жазған автор туралы ешқандай мәлімет жоқ, өйткені ол адам тек жазбашы немесе жылнамашы болуы әбден мүмкін. Моңғолдың құпия шежіресі еңбегі ұйғыр әліпбиінде жазылып 1240 жылы аяқталған. Осы еңбектің негізінде Моңғол Керей Жалайыр тайпаларының өмір сүргендігін және олардың хандығы болғандығы туралы деректер бүгінгі күнге жетіп отыр. Сонымен бірге тарихта үлкен үлес қосқан Рашид ад-Дин. Ол парсы мемлекетінің қызметкері, дәрігер және энциклопедист ғалым. Жалпы өз мемлекетінің министрлік қызметін атқарып, біздің заманымызға дейінгі сақталып келе жатқан Жамиғат ат-Тауарих еңбегінің авторы. Бұл деректе қандай мәліметтер жазылғанын біз алдағы уақытта айтатын боламыз. Сонымен, Найман Керей Жалайырлар қазіргі күнде түркі даласында түркіленген моңғолдар қатарында өмір сүріп жатқан рулар болып есептеледі. Бірақ 12 ғасырларда олардың өздерінің хандықтары болғандығын, хандары болғандығын және үшеуіне де ортақ оқиға Шыңғыс ханның шапқыншылық жорықтары екендігін біз білеміз. Найман хандығының негізгі территориясы ол Орхон Енисей өзендері мен Алтай тауларының аралығында өмір сүрген, өзінің астанасы, хандары, тарихы бар. Ал керейттер Керулен өзенінің де өмір сүргендіктен олардың негізгі атауы керлер болған. Ал жалайырлар олар Селенгі, Хилок өзендерінің бойында, сонымен бірге Қарақорым тауының етегінде өмір сүрген түркі қағанатының құрамына енген тайпалар еді. Енді осылардың әрқайсысына жеке тоқталып өтейік. Сонымен, Наймандар жаңағы жоғары атап өткендей Моңғолияның орта және батыс аудандарын мекендеген, тек 10 ғасырдан бастап Қазақстанның өңіріне қоныстана бастаған. Алғашқыда христиан дінінің несториандық тармағын қабылдайды. Кейін қазақ даласына келгенде ислам дінін қабылдап, мұсылмандар шариғат негізінде дами бастайды. Жалпы Найман деген сөз моңғол тілінде 8 тудың иесі деген мағынаны білдіреді. Қазіргі күнде олар түркі тілдес тайпалар деп есептеліп жатыр. 12 ғасырдың екінші жартысында Найман мемлекетінің аты шыға бастайды. 12-13 ғасырлар аралығында Найман хандығы өмір сүріп, өздерінің астанасы етіп Балықты қаласын тағайындайды. Осы мемлекеттің негізін қалаған Наркеш Дайын еді. 1125 жылға дейін Ляо империясының құрамында болып, ол құлаған кезде Наймандар керейттер өз тәуелсіздіктерін алған болатын. Жалпы батысында қыпшақтармен, шығысында керейттер, солтүстігінде Енисей қырғыздарымен көршілес мемлекет. Басқару жүйесінде де ерекшелік бар. Орда ол хан билігінің басты орталығы болса, басқару ұлыстық жүйемен жүргізілді. Шерби деп аталатын тұлғалар, олар ұлыстардың ішкі істерін жүргізді. Жалпы Наймандар мен керейлерде іс-қағаз жүргізу жақсы дамыған, және Наймандар Керейт мемлекетінің тағына бірнеше рет өз адамдарын отырғызған тайпа. Енді Наркеш Дайын Инаншбілге Бұйырхан, Даянхан күшілікке келіп тоқтайық.
Инанышбілге ол Маркеш Дайын ханның інісі, шетелмен сауда қатынасын жасаған, Найман мемлекетін күшейткен. Білге қаған қайтыс болғаннан кейін оның екі ұлы Бұйрық пен Даян билік үшін таластан Найман хандығы екіге бөлінеді. Ал осы Найман мемлекетінің әлсізденген уақытында оларға моңғолдар мен керейлер одақтасып қарсы шығады. Бұйрық ханның тұсында наймандар Қара ертістің Орынғу маңын мекендейді және 1201 жылы Шыңғыс ханға қарсы Қырғыз, Меркіт, Найпан тайпалары одақ құрады. Бұл жерде Бұйрық хан оның барлығының ұйымдастырушысы болады. Жаңағы Моңғолдың құпия шежіресі деген еңбекте Шыңғыс хан мен Уаң хан екеуі Найманның Бұйрық ханымен соғысуға аттанды деген дерек бар. Даян хан, ол далалық өлкеде билік еткен, керейлерге қарсы әскерін аттандырған тұлға. Сонымен өкінішке орай 1204 жылы моңғолдар Даян ханды бір жолада күйрете жеңеді. Ал күшілік ол Даян ханның ұлы. 1204 жылы Шыңғыс ханнан жеңіліс тапқан наймандар күшіліктің басшылығымен Жетісуға қоныс аударады. 1208 жылы Шыңғыс хан ертіс жағасында наймандар мен меркіттердің бірлескен күшін талқандап, күшілік хан Жетісудағы билікті қолына алады. Сол жердегі қарахандар мен қытайларды жеңіп билігін құрып алады. 1218 жылы Шыңғыс хан күшілікке қарсы Жебен Оянды жібереді және Жебен Оян Сарыкөл маңында өледі. Енді келесі бізде Керейт тайпалары. Керейттер жалпы 9-10 ғасырларда өмір сүрген, жалпы мемлекеттілігі 13 ғасырға дейін созылады. Олардың астанасы Битөбе қаласы. Керулен өзенінің бойында өмір сүргендіктен олардың атаулары да керейлер болып есептеледі. Жалпы ата-бабасының мекендеген жері Орхон, Керулен, Селенгі, Оргун өзендерінің бойы. Батысында наймандармен, шығысында татарлармен, солтүстігінде меркіттермен және оңтүстігінде таңғұттармен көрші болған мемлекет. Битөбе қаласы қазіргі күнде Хан Тәңірі шығысындағы Улан-Батор қаласының маңында. Қарақорым оның екінші астанасы, Орхон өзенінің бойында орналасқан. 11 ғасырдың екінші жартысында 8 тайпа болған: Керей, Жіркей, Қоңқай, Сақай, Туту, Алба, Тұңқай, Қырқұн деген. Солардың ішіндегі ең ірілері осы керейлер болған. Рашид ад-Диннің Жамиғат Тауарих еңбегінде бұл тайпаның түп атауы Керей, Д деген жұрнақ көптік белгіні білдіреді дейді, сондықтан олар керейттер деп аталған деп дерек қалдырады. Сонымен бірге Моңғол жерінде өмір сүрген керейлер күшті дамыған ел, бірақ олар Шыңғыс ханның әсерінен әлсіреді деп дерек қалдырады. Бұлардың да ішкі істерін жүргізуші тұлғаны Шерби деп атайды. Енді саяси тарихында 3 үлкен тұлға айтылады. Ол Маркус Бұйрық хан, Құршақұз және Торы хан. Маркустың кезінде және Құршақұздың тұстарында осы керей мемлекеті шарықтау шегінде болып өркендейді. Ал Құршақұздың тұсында олар хандықты оң, сол, орта деп бөліктерге бөліп, өзінің балаларына жерді бөліп берген. Осы Құршақұздың тұсында мынандай сөз қалған: егер балалар бір-біріне жақын тұрса тебіседі, ал алыс тұрса кісінеседі деп қалдырған екен. Торы хан ол Құршақұздан кейінгі хан. Оның жайлау Улан-Батор маңында мекен еткен. Торы ханның немесе Тоғырыл ханның Уаң хан немесе Ван хан деген атағы бар. Ол сөздің мағынасы ұлыс билеушісі деген сөз. Осы жерде айта кететін өте қызықты жағдай: Темучин мен Жамұқа осы Торы ханның ордасында тәрбиеленген. 1203 жылы сол
Темучиннің өзі Шыңғысхан болып керейттерді бағындырады. Келесі айтатын руымыз ол жалайырлар. Жалайырлардың негізгі территориясы Селенгі, Хилок және Орхан өзенінің жоғарғы ағысы және Қарақорым таулары болып есептеледі. 6-7 ғасырларда жалайырлар түркі қағанатының құрамына енген, ол 10 бөліктен тұрады. Жамұқа ол Темучиннің ең жақын досы, сонымен қатар ең негізгі қарсыласы болады. Жамұқа ол жалайыр тайпасының басшысы болатын. 1184 жылы Темучин Жамұқа Торыхан үшеуі одақтасып, Меркіт тайпасымен соғысады. Сол жерде Темучиннің әйелі бөртені басып алуда осы жалайырлар өте жоғары қызмет атқарады. 1201 жылы олар осы Жамұқаны Гурхан деп жариялайды. Жамұқа Найман ханы Даянмен бірігіп Темучинге қарсы одақ құрып, 1205 жылы Темучиннің қолына түседі. Ал Мұқылай туралы мынандай дерек келтіріледі. Шыңғысханның жалайыр тайпасының ішіндегі ең жақын адамы, атақты ақыны, шешені әрі батыры деп белгілейді. Оған адал қызметі үшін Күй үн Чинсан Тайжы деген атақ берілген, яғни ұлы бек деген сөзді білдіреді. 1223 жылға дейін солтүстік Қытайдың басшысы болған. Осы жалайырлар туралы екі дерек бар. Әбілғазы ханның түрік шежіресі және Қадырғали жалайырлардың еңбегінде қалдырылады. Әбілғазы ханның түрік шежіресі еңбегінде жалайырлар туралы былай дейді. Жалайырлар Шыңғыс ханның қолға түскен тұтқындары. Олар өздерінің адал қызметтері арқылы моңғолдарға сіңісіп кеткен дейді. Ал Қадырғали жалайыр болса, Шыңғысхан заманында Сартақ ноян болған. Оның ұлы жалайыр Саба, оның ұрпағы жалайыр Тебіребек, оның ұрпағы Әйтөлебек деп 7 атаға дейін талдап берген екен. Солардың ішіндегі ең үлкені Тарақ таңбалы жалайыр деп Қадырғали жалайыр өз еңбектерінде атап кеткен. Сіздермен бірге болған Тарих мектебі каналы сіздерге бүгінгі мәлімет пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.